Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика 4-ші сыныпта 25-ші сабағы. Бүгінгі сабақта жиындар арасындағы қатынасты анықтауды үйренесіңдер. Бірінші, жиын дегеніміз не екенін есіңе түсір. Жиын неден тұрады? Элементтердің саны бірдей жиындарда қандай жиындар тең жиындар деп аталады? Есіңде сақта. Элементтердің саны және құрамы бойынша сәйкес келетін жиындар тең жиындар деп аталады. Екінші тапсырманы орында. Астында қағаз бетінде нөмір 1-ші тапсырмада А және С жиындарының қиылысуын бейнеле. А біз міне үлгіде көрсетіліп тұр. Екіншіде нөмір 1 тапсырмада қандай жиын Д жиынымен қиылыспайтын жиын болып табылады? Суретін сал, жиындарды әріптермен белгіле. Бізде қиылыспайтын Д жиыны көрсетіліп тұр. Үшінші А. Тең жиындар тап және оларды тең таңбасы арқылы жаз. Берілген жиындардың ішінде А тең Д, Е тең П, X тең В жиындары тең жиындар болып табылады. Үштің әсінде қай жиындар Д жиынның ішкі жиыны болып табылады? Оларды белгісінің көмегімен жаз. Е, П, О ол ішкі жиын болып табылады. Үштің бісі осыған ұқсас тапсырма құрастыр. Қай жиын В жиын ішкі жиыны болып табылады? С, П жиындары. Төртінші, көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте. 89 метр квадрат бізде 890 мың сантиметр квадрат. 13 А 1300 метр квадрат. 90 гектар 50 А 950 А. 73 гектар 30 А 7330 А. 9832 метр 98 километр 302 метр. 98302 сантиметр 9830 дециметр 2 сантиметр. 98302 мг 98 грамм 302 миллиграмм. 98302 грамм 98 килограмм 302 грамм. Бесінші, есептеулерді жазбаша орында. 87612-ні 3-ке көбейтсек 262836. 150 мың мен 345-ті 3-ке көбейтсек 451 мың 35. 81 мың 464-ті 4-ке көбейтсек 325 мың 856. 325 мың 818-ді 2-ке көбейтетін болсақ 650 мың 636. 10 мың 623-ті 3-ке бөлетін болсақ 3542. 8 мың 248-ді 4-ке бөлетін болсақ 14562. 14628-ді 4-ке бөлетін болсақ 3657. 110.526-ны 3-ке бөлетін болсақ 36842. Алтыншы есеп. Асы 3 ағайынды саяхатқа шығуға дайындалды. Олар өздерімен бірге қажетті заттарын және азық-түліктерін алды. Әр баланың қажетті затының массасы 2 килограмм 200 граммдай құрайды. Азық-түлікті олар тең бөлісіп көтеретін болды. Кестеде балалар саяхатқа алатын азық-түлік көрсетілген. Жолдорбаның массасы 1 килограмм 200 грамм. Әр жолдорбаның массасы 6 килограммнан аспайтындай тағамдарды қалай бөліп салуға болады? Саяхат 2 күнге созылатын болса, 3 саяхатшы не алуға болады? Бізге берілген әр балаға 2 килограмм 200 граммнан балалардың саны 3, жолдорба 1 килограмм 200 граммнан. Жолдорбадағы тағамдарды анықтау керек, 6 килограммнан аспау керек. Ал саяхатымыз 2 күн. 2 килограмм 200 грамм көбейту 3, 6 килограмм 600. 3 балада қажет тамақ мөлшері. 6 килограмм 600 грамм 2, 13 килограмм 200 грамм 2 күнге қажет. 13 килограмм 200 граммды бөлеміз 3-ке, 4 килограмм 400 грамм әр бала көтереді. Бірінші бөлу
1 килограмм 200 грамм қосу 1 килограмм 122 грамм қосу 1 килограмм 115 грамм қосу 920 грамм қосу 750 грамм қосу 520 грамм тең 5 килограмм 627 грамм. Екінші, 1 килограмм 200 грамм қосу 920 грамм қосу 200 грамм қосу 50 грамм қосу 450 грамм қосу 225 грамм қосу 275 грамм қосу 1 килограмм 122 грамм қосу 450 грамм қосу 520 грамм қосу 250 грамм 5 килограмм 662 грамм. Үшінші жолы 1 килограмм 200 грамм қосу 380 грамм қосу 275 грамм қосу 100 грамм қосу 450 грамм қосу 250 грамм қосу 275 грамм қосу 225 грамм қосу 750 грамм қосу 200 грамм қосу 920 грамм қосу 520 грамм қосу 50 грамм тең 5 килограмм 595 грамм. Бірінші торғалтадағы картоп, бір торғалтадағы пияз, шырын, бірінші жолы күріш жармасы, қарақұмық жармасы, екінші шырын, қант, тұз, алма, балық, қалбыр, ет паштеті, торғалтадағы картоп, алма, қарақұмық жармасы, көкөніс паштеті. Үшінші жаңғақ, бақтырылған ет, кептірілген нан, алма, көкөніс паштеті, ет паштеті, балық қалбыры, күріш жармасы, қант, шырын, қарақұмық жармасы, тұз. Алтыншы, кесте бойынша есеп құрастыр. Саяхат 3 күнге созылады деп есепке. Бір бала 1 килограмм 400 грамм, саяхат 3 күн, жолдарба 1 килограмм 200 грамм, дорбадағы тағам белгісіз 6 килограммнан аспау керек. 1 килограмм 400 грамм көбейт 4 килограмм 200 грамм 3 күнге қажет. 4 килограмм 200 қосу 1 килограмм 200 5 килограмм 400 грамм 6 килограмм артық. 1 килограмм 200 грамм қосу 1 килограмм 222 қосу 920 қосу 750 грамм қосу 450 грамм қосу 225 қосу 275 қосу 520 қосу 50 тең 5 килограмм 512 грамм. Жол торғалтадағы картоп, шырын, күріш, жол дорбаға күріш жармасы, алша, алма, балық қалбыры, ет паштеті, қарақұмық жармасы, тұз сияды. Жетінші есеп, дөңгелектер толтыр. Кейбір жағдайда қандай жәндіктер зиянды да пайдасын да тигізуі мүмкін. Құмырсқа, жабайы ара, балара, көбелек, маса, жұлдызқұрт. Пайдалы жәндіктер, зиянды жәндіктер. Пайдалы жәндіктерге құмырсқа, көбелек, балара, жұлдызқұрт жатады. Зияндыға маса, ал пайдасы да зияны бар жәндіктер ол жабайы ара. 8-ші, ойлан және сұраққа жауап бер. Бал толықтырылған бөшке 34 килограмм тартады, ал жартылай бал салынған дәл сондай бөшке 18 килограмм. Олай болса, бос бөшкеге неше килограмм тартатынын есептеп көр. Бал толтырылған бөшке 34 килограмм, жартылай бал салынған бөшке 18 килограмм, бос бөшке X бөшкенің салмағы 18 азайту X көбейту 2, 34 азайту X. 36 мен 2-ні азайту 2 көбейту X тең 34 азайту X. Осыдан X тең 2 килограммға бос бөшке. Бос бөшке бізде 2 килограмм екен. 9-ші, тең жиындар тап және оларды теңдік таңбасын қолданып жаз. Бізде берілген есептерден А тең жиындар С, А, Р, деген сөз бар. С, Қ, А, Л, Қ, А. X 120, 47, 65, В 120, 47, 60, Д, Қ, А, Л, А, Қ, О, А, Р, С. Бізде тең жиындар С, А, Р, А, Р, С, Қ, А, Л, Қ, А, Қ, А, Л, А, Қ. Соны А тең О, С тең Д жиындары екен. 9-ның әсі тең жиындар құрастыр, әріптік сандық. Оларды теңдік таңбасымен жаз. А, қазық деген Қ, А, З, Қ әріптері берілген. В, 6, 2, 8, 4. Д, А, З, Қ әріптері берілген. С, 8, 6, 4, 2 берілген. А мен Д тең, В мен С тең. Не балалар, біздің осымен сабағымыз аяқталды. Арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.